Қайрат, не болды, көңіл күйің жоқ қой? Ой, мен тағы да ақша алданып қалдым. Ойбу, мошенник па? Көп ақша ма? Ой, көп. Бір емес, 2-3 рет ақша жіберіп алданып қалдым ба? Не істейсің енді? Не істегеніз? Блокқа тығасың ба? Кімді? Жаңағы әйелді. Өз әйелімді блокқа тықпайтын шығармын. Қуасың сен де бар. Өз әйеліме алданғаныңды айтып тұрсың ба? Көшші, өндір бастайықшы. Шырқап ән сал, бізбен бірге жұлдызды караоке. Шырқап ән сал, бізбен бірге жұлдызды караоке. Кеш жарық Алматы арнасының көрермендері, эфирде жұлдызды караоке. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Қазақта, Қайрат, парадокс көп. Ешкімді жамандағаным емес деп жамандап алады. Шотымды төлей салшы, кейінірек ақшаңды жіберем деп жібермей қояды. Караокеге барғанда микрофонда бір рет алайын, бірақ ғана айтайын деп бермей қояды. Ал біздің шоуда бәріне микрофон жетеді. Себебі бұл еліміздегі ең ауқымды музыкалық тележоба Жұлдызды караоке. Дауысы жоқ болса да айтады караоке. Жоқ демен отырып өстесе де ол караоке. Ән салса да итіп караоке. Қайрат, Браво! костюмың керемет екен. Көңіл күйің қалай? Тамаша. Енді алғашқы қонағымызды шақырайын. Орыс тілінде нормальны сөзін қазақ тіліне өзіміздің сөз сияқты енгізіп жіберген талантты әзілкеш, жайдарманшы, блогер, Жаналиевтар театрының негізін қалаушы Армани бәрі болады. Нормальный! Арман Жаналиев! Арман төрлет. Кел ағай, Армани. Арман Жаналиев. Жұлдызды караокенің көрінде. Ой, рахмет. Арман, жерлесім, қалың қалай, жақсы ма? Бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Бәрі нормальный ма? Бәрі нормальный, күшті болып. Әзілді қатыратынды білеміз, ән айтқаныңды өз басым көрген емеспін. Караокелерде мен өзім көбінесе тығылып, випкаларда қасымда танымайтын бір қызбен өлең айтам десең, әзілдеп жатырмын. Енді мен Арманиді жақсы білемін. Армани өзі Руки Вверх тобының жаман фанаты. Руки Вверх десе ішкен астын жерге қояды. Бәрін. Мен Руки Вверхтің әндерін тыңдап өскем. Бір рет барғам мен. Мәскеуге. Мәскеуге емес, Мәскеуге дейін жақсы көрмеймін, осы Алматы келгенде ғана. Жақсы көріп кетем қатты. Тамаша. Тәртілік барып қайт. Жаналиевтер театрына тек қана Жаналиевтер кіре ала ма деген сұрақты қойыңызшы деді біз әлеуметтік желідегі бір оқырманымыз. Жоқ, Жаналиевтер театрына Гаухар Орынбек қызы кірді ғой, келіншегі. Келіні. Сол әулеттің келіні. Кірді 2-3 адам. Ал одан артық енді Жаналиевтер театрында кіретін адамдар өзі де кіргісі келмейтін шығар, өйткені біздің театрда ақша жоқ қой. Бюджетте қарастырылмаған. Қарастырылмаған, тек қана әкем өзі ұстайды ақшаны. Өзің футболдың бір керемет жанкүйер ретінде білеміз. 2001-ден бастап Реал Мадрид. Реал Мадридсің ғой. Жақында кішкентай баласын Тигрді, Арсен, Айқынды, Тигрді шетелге дейін алып барып, сол Реалдағы матчты баласы екеуі көріп, ерекше бір әсерде болды. Сенің жанкүйер екеніңді білеміз. Баланы сүйреп, сен де жанкүйер боласың дедің бе, әлде баланың өзінде ынта бар ма? Ол өзі Реал Мадридтің жанкүйер болып кетті. Өйткені адам өмірде адасады. Басқа клубтарға жанкүйер болыпшы. Менің баламның адасқанын қалаған жоқпын. Менің ұлым өзі спорттан футболды таңдады. Реал Мадридке мен жанкүйер болмасам, мен адасам ба? Адасқансыздар. Әзілдеп жатыр мен де. Басқа ағым 72 тармақ. Басқа көрерменді ренжіп қалмасын, басқа қазір басқа бір жанкүйерлер шығып, басқа команданың ренжіп қалмады, әзілдеп жатырмын. Барселонада мықты сразу айтып. Тамаша, Арман Жаналиев. Рахмет келгеніңе. Ары қарай. Бізде Қайрат мереке келе жатыр. Қандай мереке? Мереке кәдімгі. Жаңа жыл өтіп кетті. Наурыз өтіп кетті.
8 март өтіп кетті, көрісу өтіп кетті. Қай Жоқ, мереке? бізге жалпы шын мереке келе жатыр. Аха. Келесі қонағымыз блогер, актриса, жайдарманшы Мереке Қалбаева. Опа! Мереке, жүрген жері береке. Мереке Қалбаева. Төрлетіңіз. Жандарым. Мереке қалыңыз қалай? Береке, мереке. Қош келдің Мереке. Төрлетіңіз. Төрлетіңіз. Келе бар. Амансың ба? Арсен сізді караокеге жалғыз жіберді ме? В общем, Арсен осы сахнаның артында күтіп отыр мен негізі. Сізді күтіп отырмын. Менсіз жүре алмайды ғой десең. Жалпы Караокеге келетін болсақ, конечно, мен үйде көп ұрыс шығармасын деп, лучше караокеге барып, ақырып ән айтып қайтсын деп. Сол үшін. әрі шығындалмайды, әрі айналадағы адамдарға психикалық воздействие болмайды. Ол шашпайды дейсің ғой. Таза. Енді Мереке, Шымқаладан Алматыға Көшіп келдік. ат басын бұрып көшіп келіп жатырсыздар. Шымкентті бағындырдыңыздар. Енді Алматыны бағындырамыз дейсіз ғой. Құдай қаласа деп отырық енді. Шымкент енді былайынша берекелі жер. Ол жерде де 1,5 миллион халқы бар үлкен мегаполис. Нағып келдіңдер дейсің ғой. Неге Алматы? Итак сыймай жатырмыз. Мен негізі Алматыда тұрғам ғой. Алматыда оқығам, Алматыда жұмыс жасағам. Оны білем Тұрмысқа Мереке. шыққаннан кейін де Алматыда Университет тұрдық. ұстағам деп қойса. Біраз нәрсе болған енді. Сонымен бір жұмыс мәселесімен Шымкентке бара тұрғанбыз біз. Негізі. Уақытша. Бірыңғай көшіп барған жоқпыз. Уақытша бардық тағыны, одан кейін қайтадан қайттық қой бітіріп. Біз бәріміз әлеуметтік желіде білеміз, Мереке қаншама өзінің артық салмағынан арыла алмай жүрген қыз келіншектерге мотиватор, көмекші. Қаншама қыз келіншектердің арманын орындауға үлкен септігін тигізген Мереке. Программаң қалай болып жатыр? Енді Шымкенттегілерді қойып, Алматыдағы қыздардың... Жалпы ол онлайн болғандықтан бүкіл Қазақстан бойынша ғой, негізі маған қыздар қатысады. Ал офлайн тағы сондай ғой, басқа қалалардан келіп қатысады. Ең мықты көрсеткіш қанша салмақ енді бар ғой, 21 күнде минус 19 килограммға дейін артағандар көп қой. Күніне 1 килограммнан? Сен қазір шырағым маған жоқшы? Айнал. Сізге ана жерге тұру керек, мына жер жалпы барлық жеріңізге тұру керек десе. Бірақ маған тегін емес, е? Тегін бермейді енді. Мереке Қалбаева, қош келдіңіз. Жұлдызды караокенің төріндесіз. Мереке. Келесі қонағымыз еліміздің ең дерзкий әншісі, брутальный, харизмасы алыстан сезілетін, ерекше дауыс, ерекше талант иесі Серікбол Сайлаубек. Ағам барған сайын жасарып кетті ғой. Сәлематсыз ба? Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Мереке қалайсыз? Ассалаумағалейкум. Соңғы кезде көрінбей кеттіңіз. Жоқ болып кетті. Жарқ ететіндей бір жағдайларыңыз бар еді. Дайындалып жатсыз ба жарқылдауға? Үндемей жүріп бұрқ ететін дейсіз ғой. Енді қазір Алла қаласа биылғы жылға жоспар көп. Денсаулықпен айналыстық. Денсаулық. Сонымен көзіме операция жасады. Сонымен енді қазір ақын есімізді жиып, енді мен өнерден алыстаған жоқпын. Вы от меня просто так не избавитесь. Я тоже не отстану. Да, как я обещал, я вернулся. Я вас всех из-под земли Біз сізді күтіп жүрміз. Бүгінгі таңда менің естуім бойынша Серікбол Сайлаубек Алматыдан Талдықорғанға көшіп кетті дейді. Сол қаншалықты рас өтірік? Талдықорғанда менің анам тұрады, қара шаңырақ сол жақта болғаннан кейін, ол жақ туған жерім болғаннан кейін, біз ол жерге жиі барып тұрамыз. Бір таксистердің шығарған өсек шығар. Бәлкім. Солай шығар, мүмкін. Жалпы, сіз жайында былай дейді, қазақ эстрадасында сырт келбеті әдемі жігіттер онсыз да көп, сол үшін нағыз күшті еркектің образын өзіме алдым депсіз. Қазір спортпен айналысып жүр екенсіз. Жоқ, енді менің достарым бәрі спортқа жақын азаматтар болғаннан кейін, болашақ олимпийский чемпиондар дайындағаннан кейін, біз енді қастарында бірге тренировка жасаймыз. Шынығамыз, және де жастарды спортқа қаратай тартамыз. Және де спортшыларымызды олимпиадаға барып, шетелге барып,
қолдау білдіріп, көрсетеміз. Қолдау білдіреміз. Енді жолауымызды желбіретіп. Бәрекелді. Иә, тек өнерде ғана жүре бермей, ер азаматқа көп қой. Жеті өнерде аз дейсіз ғой. Әрине, спортты да алу керек. Жан-жақты болған Серікбол мырза ренжімес, бірақ Серікбол мырзаға әдеп бірінші қарағанда әншін емес, мен деген біраз әңгімен шешетін жігітті байқап қаламын. Сіз енді Тараздан келгеннен Енді кейін біз ол сондайлардың бірден арасында көзіңізге солай түсетін шығар. Иә. Бірақ негізінде эстрададағы ең ер азамат сияқты айтатын нағыз өзінің орны бар. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы. Дара-дараның өзі. Дара-дараның өзі. Дара-дара. Дара-дара. Қош келдіңіз. Так, мөлдір келесі қонағымызбен сұхбаттасуға ерекше дайындық керек. Неге? Өйткені ол өте любопытный қонақ. Аха. Любой сұрақты қоя салуы мүмкін. Аяқ киімнің размері, Оның көзіңнің екі арасы қанша сантиметр деген сияқты. Олай болса Әрине. қарсы аламыз. Әнші, актриса, сұлуда, сүйкімді, сымбатты Салтанат Серкебаева. Салтанат Төрлетіңіз. Салтанат! Қош келдіңіз. Салтанат ханым! Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Салтанат Төрлетіңіз. Салтанат ханымда қандай жаңалық бар? Мен сұрақ қойғымды өліп барадым. Қандай жаңалығыңыз бар? Жаңалық көп емес. Мхм. Ең үлкен жаңалығым жарты жыл бұрын ана атандым. Бәрекелді. Вау! болсын. Міне. Я еңбек демалысына шыққан кезеңдерде Қандай демалыс туралы айтып жатсыздар? енді бала күтіміне қатысты демалыс қой енді. үйде. Демалыс емес мүлде. Ол Мүлдем жұмыс демалыс үлкен. Баламен үйде Иә. отыру, ол жұмыс. Иә, кім ойлап тапқан ол сөзді? Сол үшін Еңбек күйеулерінен демалысы айлық деген. сұрайды. Жоқ, мен көп Бес балалы айлық ана есебінде. ретінде айтайын, мен үшін ол үлкен демалыс. Баланы жатқызасың бесікке, кітабыңды оқып, шалқып, балқып, сүтпен шайыңды ішіп отырасың. Ол енді мазасыз бала болмаса. Бір Ал егер мазасыз 5 бала жасқа келген бала туралы айтып жатқан шығарсыз. Жоқ, ойбай, төртеу туды қайналайын. Төртеу тудық де. Мен балам 9-да әлі 5-ке жатады. Салтанат, ең бастысы өмірдегі кез келген әйелдің ана бақытына ие болуы. Осы бір керемет қуанышыңызбен, жаңалыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Мен ойлаймын, машина, квартира, бір киноға түсу, карьералық бір жұлдызы жанудан көрі ең үлкен жаңалық деп ойлаймын. Дүниеге сәби әкеліп, оны аман есен ана бол атанып, кеудеңе құшағыңа басып, емізіп жатып, аузынан су ағып, ұйықтап қалып, Сол қалай деп оянғанға жететін бақыт жоқ деп ойлаймын. Немесе балаң ұйықтап жатса да, шай қой деп екеуің үйіңдегілер шақырады ғой. Сонда өтірік ұйықтап жатқан балаң деп өтірік қағып ұйықтаған ең рахаты. Қайрат мырза, сіз еміз көрген адам сияқты. Ойбай деген. Бүгінгі бағдарлама от болғалы отыр. Өйткені состав деген өте сұмдық, мощный. Бағдарламаның шарттарын түсіндірмес бұрын бірге топ болып ән айту мүмкіндігі бұйырып тұр. Ойбой. Яғни төртеуіңіз бірігіп ән айтып, қыздырнасыздар, дайындаласыздар. Сіздерге ән айтқан кезде көмектесетін, жалпы бағдарлама барысында сіздерге демеу болатын Іңкәр, Сәния, әдемі бэк вокалдың қыздарына құрмет Ол қошеметтеңіз. шапалақ. Олай болса сіздерді сахна төріне шығарып салайық. Ары қарай көретіндеріңіз. Жаным. Мен вообще нанға шыққан болам. Пятый элементтегі. Я только проснулся, давайте заново. Bizim jigitler, meni jigitler, keremет jigitler, mına biz jigitler, arlamda bizim jigitler, meni, bizim jigitler, meni jigitler, keremет jigitler, mına biz jigitler, seniz kılıp bizim jigitler, meni bizim jigitler, meni jigitler, keremет jigitler, mına biz jigitler, arlamda bizim jigitler,
жақын туыс бауыр ағам сіздерге айтамын қазіргінің жігіттер болайын біздің жігіттерге жүрген асыл алқа тағай сәл деп айтамыз ба бәрібір үлкенге де кішіге де сәлем сый құрмет сәлем бір осы әнін қастерлеген осы жерде айтып жіберсеңіздер жарқырай кет бірге ғана жігіттері кейде кейде қарапайым жігітке тән сән жыр сазайын байсалдық сабырлық жігітке сән кейде жібермес намыс бар дос бауыр ағайын арулар қадірлендер жігіттерді бұл жігіттер жаман үміттерді жазып қалған көңілді үміттеді шақтымнан алыс кетіп сапқа тұрып сарбаз болып әскерге өтіп борышын өтеп адалдық намысымен қуанышпен сағыныштың желі есіп сабыр сақтап молдыққа мойымай жалғастаса жалғана жазымай отаны үшін жан құрбан жігіт жау алдында қабырғасы майыспай міне біздің жігіттер 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 міне жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер 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 сен сырлы бір сырлы біздің жігіттер міне біздің жігіттер 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 міне жігіттер керемет жігіттер мына біз жігіттер 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 арландай тарландай біздің жігіттер міне 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 осы жерде қошемет қайда Алматының жігіттері арлан екен Талдықорған жігіттері тарлан екен Тараздың жігіттері жайсаң болса Қарағанды жігіттері қайсар екен Шымкенттің жігіттері шымыр болса Атыраудың жігіттері арман екен Өскеменнің жігіттері өрен болса Ақтөбенің жігіттері алым екен Жезқазғанның жігіттері жезтаңдай Қызылжардың жігіттері кең маңдай Зайсанның жігіттері бірлікте Семей жігіттері болаттай Қызылорда жігіттері қыран болса Оралымның жігіттері пырақ екен Атырауның жігіттері асыл болса Астананың жігіттері жомарт екен Көкшетаудың жігіттері көсем дейді Қостанайдың жігіттері шешен дейді Аягөздің жігіттері төре болса Түркістанның жігіттері имам дейді Павлодар жігіттері бапшы екен Нарқолдың жігіттері сақшы екен Тыңдаушы құлақтары алтын сыра Жігіттерім сегіз қырлы бекшін екен Міне біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер Міне жігіттер, керемет жігіттер Мына біз жігіттер, жігіттер, жігіттер Сегіз қырлы бір сырлы біздің жігіттер Міне біздің жігіттер, жігіттер, жігіттер Міне жігіттер, керемет жігіттер Мына біз жігіттер, жігіттер, жігіттер Армандай, армандай біздің жігіттер Міне, 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 міне Осы жерде мен сөйлейші кәні Ой, рахмет Керемет болды. Не деген керемет орындау, не деген керемет тандем, келіңіздер. ойбай айта алмаймын Керемет, жамырау. аха не деген аха Нағыз караоке. не деген ақыру деңіздер Бұл жерде қайта мереке ғана барлықтарыңызды алып шықты. Әйтеуір кейбір жерде салтанат қосылып тұрады, анда-санда Серікболдың дауысы шығып тұрады. Арман әйтеуір группа поддержка. Біздің бағдарлама 3 кезеңден тұрады. Бағдарламаның тағы да бір ерекше қызығы, ең қызығы. Сіздер қазір 4 қонақ, 4 жұлдыздың астында белгіленіп тұрсыздар. Қызыл, жасыл, көк, сары. Бірақ қай жұлдыздың астында қай қонағымыз жасырылу тұрғанын біз тек қана бағдарламаның соңында жеңімпаздан тағанда білетін боламыз. Ең қызығы осы жерде. Сіздерге осында отырған көрермендер әр айналым сайын планшет арқылы дауыс беретін болады. көрермендер Ендеше, мен келісіп қойдым менің туысқандарым бәрі ендеше біз бастаймыз. Браво! Алғашқы кезең. Шырқап ән сал бізге бірге жұлдызды караоке Шырқап ән сал бізге бірге
эфирінде жұлдызды караоке, біз бірінші кезеңді бастайын деп отырмыз. Сөйтіп, менің жанында отырған көршім Салтанаттан бастасақ па деген сұлуда ниетіміз бар. сымбатты Салтанат ханым. Төрт бірдей ұяшық беріледі, 4 ұяшықтың ішінен бір ұяшық таңдайсыз, қалғанын компьютер сізге әнді шығарып береді. Иә, қанекей, көрейік қандай ұяшық шығады. Жаралы жүрек, менің отбасым, махаббат майданы, әлемдік хит дейді. Қайсы сіздің көңіліңізге жақын болып тұр? Әлемдік хиттерді көбірек білетін сияқтымын мен. О, әлемдік хит орындайсыз ба? Иә. Тамаша. Жақсы көремін әлемдік. Әлемдік хитті таңдады, қандай ән шығады екен? 3, 2, 1. Жетер. Сақтаға, төрлетіңіз. Жолыңыз болсын. Сәке, сәттілік, Сәке. Сәттілік. Бізге бірге жұлдызды караоке. D'autres façons on peut se quitter. Quelques éclats ouverts auraient peut-être nos idées. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. De quand la forêt file, moi souvent te réclamais, presque comme une mère, tu m'emportais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang que n'aurait pas de partager. À bout de mots de rêve, je me criais. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu veux voir, je t'aime comme ça. Dans nos regards et danser, j'ai trouvé la guerre de corps qui s'opposait la paix. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Je t'aime comme un loup, comme un roi,
Tu veux voir, je t'aime. Бәрекелді. Tu vois, je t'aime Қайта берем ау. comme ça. Тамаша орындау, Салтанат. Браво! Келіңіз, сөрлетіңіз. Салтанат Серкебаева. Салтанат, жарайсыз. Керемет орындадыңыз. Қайта береміз ау бәріміз. Салтанат конкурсқа қатысып атқандай болды. Мені Жүрегім бастау керек сарсылдады. еді негізі, сразу. Өлең айтып жатқан кезде Серікбол айтты, мен бұл әнді бұдан да күшті айта алатын едім деп. Қойшы. Сол қаншалықты не айтқыңыз келді, Сәкен? Не айтқыңыз келді? Екеуін айдап жүрсең. Қарындасымызды көріп, мен өзім ойланып қалдым. Мен дұрыс келдім. Негізі төбелеске келеді ғой, иә? Бірақ сәл мелизм жетіспейді, Салтанат. Бетің айтайын десең, бәрін түсінетін адамымыз. Керемет, тамаша. Біраз десең, ойнап жатырмын, күшті айтады екенсің. Қазір сізді көреміз. Ой, мен айттым ғой жаңа. Көрермендер сразу мойындай, мен әнші емеспін. Мен ойлаймын, бұл әлемдік хиттан таңдалынған ән, Жотем әнін енді білмейтін әлемде адам жоқ шығар. Бірақ жүрек жұтқандар ғана орындайды. Келесі кезекті жаныңызда отырған Арманға бергіміз келіп отыр. Салтанатқа құрмет, қошемет. Қошемет. Арман, жарығым. Мен қорғам ғой. Бірден Салтанаттан кейін мен ба не? Жоқ, кішкене. Монтажда Салтанат, Арман болып тұрамын. Ештеңесі жоқ. Қанекей, ұяшық таңдаймыз. Мен енді Салтанат сияқты ағылшынша білмеймін, бірден айтып Бұл қойып. французша. Вообще мен тіл түсінбеймін ғой, содан кейін айтып жатырмын ғой. Басқа тіл түсінбеймін мен, орыс тілін өзін дұрыс айта алмаймын. Жоқ, менің отбасым ба? Көбінесе мен отбасымды жақсы көрем, бірақ көлікте мұңлы әндерді жақсы көрем. Жаралы жүректі таңдаймын деп отырмын. Өйткені неге айтайын ба? Неге? Кішкене ерекше екен де жаралы жүрек деген. Бәрекелді, жаралы жүректі қабылдадық. Қандай ән шығады екен? Мен қандай ән шығады екен? Жетем шықсам барады. 2, 1. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке. 3, 2, 1. Әйгерім дейді, ойбай! Гауһар десе құдай әйгерім. Әйгерім класс жетекшімен алғашқы махаббатым. Бәрекелді, мейлі. Сәттілік дейді Олай болса болса сізді сахнаға шығарып салайық, Армани. Арман, сәттілік. Жерлесім, бауырым, жерге қаратпа. Шырқап ән сал бізге бірге жұлдызды караоке. Жұртқа ән шықса саған Қыз шықты. қыз шықты. Жұртқа ән шығып жатыр. Саған Айгерім шықты. Мә бір Айгерім фигура шықса. Ал кеттік, жіберіңіздер. Көрейік. Күлмейміз, Барша көрермендердің құрметіне, осы жерде отырған көрермендердің махаббаттарыңыз мәңгі болсын. Әрқашанда махаббаттарыңызға берік болыңыздар. Айгерімді айтсам да үйдегі Гауһар сенің құрметіне. Жаным. Біз танысқан шақта, сол бір күзгі бақта, бал күндерді жаным мәңгесіңде сақта. Сүй алмаймын жанды Айгерімнен басқа. Пәк махаббат қоздың биігінде тұрдым, жан жүрегім қалап Айгерімді сүйдім, теңіздейін толық көздеріңде жүздім. Сағыныш болып қалды, тағдыр бізді қоспады. Қайтейін бәрін түсін, сен Айгерім. Айгеріммен күнде жүрсем деймін бірге, хат жазып сырластық талай айлы түнде. Қосады екен тағдыр сенен басқа кімге. Бақытты бол жаным, кешір мұңын бәрін, орындалмас менің арманым боп қалдың. Жүрегімде мәңгі өшпес орын алдың. Сағыныш болып қалды, тағдыр бізді қоспады. Қайтейін
сен әйгерім. Қанатым жоқ ұша алмай, арамыз алыс шалғай, өкінішпен өртендік біз әйгерім. Өмірде қосыламай кеткен қаншама бақытсыз жандар бар. Бірақ сіздер шын ғашықтар қосылмайды дегенге сенбеңіздер. Әрқашанда махаббаттарың үшін күресіп жүріңіздер. Мен сіздерді жақсы көрем. Сағыныш болып қалды, тағдыр бізді қоспады. Қайтейін бәрін түсін, сен әйгерім. Қанатым жоқ ұша алмай, арамыз алыс шалғай, өкінішпен өртендік біз әйгерім. Әйгерім! Арман Жанали! Рахмет, халқым, мен сіздерге сенем. Осы жерде тұрғанда бір 100 дауысқа сеніп тұрмын. Рахмет. Сіздердің башы көмектеріңізде керек болмаған қалды ғой маған. Арман Жанали! Рахмет. Қайратқа қарағанда керемет айтады екенсің. Күшті ма? Мықты, Қайратқа қарағанда керемет айтады екенсің. Қойыңыз Қайреке. Жоқ, Қайреке вообще күшті айтады ғой. Лирикаға толы әнін бұрын соңды естіп көрмеппін. Содан кейін көзіңе жасалғаның. Соңғы рет естіп отырмын деп сенемін. Одан кейін сіздің ойынша айтпайым болды. Енді салтанат мереке, жалпы ғашық жандар туралы, махаббат туралы әндер енді көбіне әйел заты үшін арналады. Сондықтан да сіздер әйел заты ретінде осы Арманның орындаудағы әнге жүрекке жетті ма? Ел жүреттіңіздер ма? Шынымен ба? Мен жылап алдым. Қойыңызшы мереке. Мерекенің жүрегіне жетіпті. Сол жетеді. Мен асқазаным жағында қалып кетті десең. Менің жүрегім сол мерекенікі десең. Мерекенің жүрегі менікі десең. Жоқ, артистизм өте күшті екен. Харизма бар. Харизма. Дауыс жоқ десе, бетіп айтсаңызшы. Жоқ, дауыс жоқ екені ол рас енді. Халқыма ұнасам болды, халқыма. Өте керемет, Арман бауырымыз. Әйгерім екеуі бірінші махаббат Әйгерім сияқты, мен айтпаған Секе Гауһар ойнаватыр, братан ойнаватыр. Келін аты Гауһар ма? Келін аты Гауһар. Енемнің аты Әйгерім, айта беріңіз. Мен әйелінің аты Әйгерім ба деп не деген жайшын жақсы көрем осы әнді. Қайрат мырза, біз неге бағалап отырмыз? Бағалаймыз. Бір-бірімізді бағаламаймыз, бір-бірімізге пікір білдіріп отырамыз. Қалай болды? Сұл, қандай? Көре алмаушылық болсын кішкене мына. Кезекті берейік, мереке. Қандай яшық таңдайсыз, көрейік. Қайсын таңдайсыз? Отбасы құндылығы жақсы екен, бұлай? Күйеуіме арнап бір ән айтып жіберейін бе осы жерде? Менің отбасын таңдадыңыз ғой, ә? Жоқ, мен махаббат майданын таңдаймын. Мен махаббат майданында күрескен адаммын. Күрескен адам өзімнің кішкентай жас жігіттің басын айналдырып алып. Сол жігітке тибағаным бар ғой. Сол махаббат майданын таңдадым онда мен. Кеттік, махаббат майданын таңдады. Мереке Қазақстанның Алла Пугачевасы. 2, 1. Ал көрейік. Я тоже его люблю дейді. Не де болса мереке сізді шығарып салайық сахнаның төріне. Сәттілік тілейміз. Давай. Он любил меня когда-то вот так же, до безумия, до слез, до мурашек. И горела постель огнем, и чужие мечты о нем были пусты. Но ты, я искала эту бездну так долго. Без него я словно небо без Бога. Он тебе не ответит сам, только видно в его глазах правда твоя. Там я
душа. Я тоже его люблю. Расплата за боль твою. Он не со мной, он твой. Твой. Я спылилась от одиночества ночи. Он однажды и твоей не захочет. Он вернется, я впущу. Он попросит, и я прощу. Обиды пусты. А ты? Я беспомощно тону в этой страсти. Не проси меня вернуть твое счастье. Проклинаешь, а я молюсь. Ненавидишь, а я люблю. Бог нам судья. А я тоже его люблю. Распята душа, живу, еле дыша. Я тоже его люблю. Расплата за боль твою. Он не со мной. Я тоже его люблю. Распята душа, живу, еле дыша. Я тоже его люблю. Расплата за боль твою. Он не со мной, он твой. Я тоже его люблю. Разбята душа, живу, еле дыша. Я тоже его люблю. Расплата за боль твою. Он не со мной, он твой. Керемет! Мереке! Браво! Мереке Любовницасы мен әйелінің әңгімесі ғой негізі. Мәссаған! Мереке! Мына ән құдды бір саған жазылғандай. Соны айтам. Сен алғашқы орындаушы сияқты болып қабылдап отырмын. Мен өзім бірінші рет естіп тұрмын. Бұл әнді бірінші рет естіп отырмын. Ойпырмай бірінші рет Құдай ақы. Мен негізі даусымды анда қырылдап қалған соң көп адамдар жақтырмайды ше. Жоқ, әдемі. Тыңдап отырып, талантты адам барлық жағынан талантты дегіміз келді. Рахмет. Тамаша, Мереке. Вообще мереке мықты. Мен үшін демей отыр. Салтанаттың ойын білейікші осы. Салтанат не дейді? Ақбатасын беріп шығарып. Күшті болды ма? Иә, өте күшті болды. Рахмет. Рахмет айтамыз. Айтарға сөзім жоқ. Ендігі кезек бізде Серік болды. Вау! Сізге қандай яшық бұйырады екен, көрейік. Жарал жүрек, менің отбасым, махаббат майданы әлемді хит дейді. Менің отбасымды көрейік. Менің отбасым? Тамаша. Көрейік. 3. Мына бар, ракетамен ұшып кетейін жатқан сияқты. 1. Жаным апа дейді. Апа туралы әндер көп, бірақ қайсы екенін білмейміз. Сізге сәттілік тілейміз. Сахнаға шығыңыз. Шырқаған сал бізге бірге жұлдызды караоке. Жаным апа, жана салам, алыстағы жанашырым, өзіңді ойлап жазған мынау сағынышты жаңа жырым. Қандай жақсы
үміттеген жаныма бақ, жолға қарап үмітпенен жүрмекенсің, жаныма бақ, жолға қарап үмітпенен жүрмекенсің, жаныма бақ. Немерең бар, қасыңда бар, көрсетпеші жасыңда бар. Отырсың ба ойға батып, ошағыңның басыңда бау. Қандай жақсы үміттеген жаныма бар, жолға қарап үмітпенен жүрмекенсің, жаныма бар, жолға қарап. У меня голос что-то садится. Жүрмекенсің, жаныма бар. Браво! Жолға қарап үмітпенен жүрмекенсің, жаныма бақ, жолға қарап үмітпенен жүрмекенсің, жаныма бақ. Керемет болды. Браво! Серікбол Саралбек. Рахмет сізге. Көзімізге тіпті жас келіп қалған жайы бар. Керемет орындау. Керемет ән. Өте бір керемет ән екен. Бірақ апамыз есімізге түсіп кетеді да көзіңіз. Иә. Бұндай әндер енді Серікбол, өзіңіз апаның баласы болдыңыз ба? Иә, мен апамның қолында өскем, кемпір шалдың баласы болғам ауылда. Мен де солай. Сондықтан ерке шығармыз. Соны айттым, екеуміз бір құшақтап жылағымыз келіп отыр негізі жерде. Кемпір шалдың балаларына бұл өтетін ән екен. Жоқ, кемпір шалдың балаларына ғана емес, бәріне өтеді. Әне міне дегенше бірінші кезеңді де аяқтадық. Құрметті осында отырған көрермендер, қолдарыңызға планшеттеріңізді алып, дауыс беруді бастап кетсеңіздер болады. Әр қайсының әділ бағасын береді деген сенім білдіреміз. Эфирде жұлдызды караоке, бізбен бірге шырқаңыз. Бірінші кезеңді аяқтадық. Әні міне дегенше дауыста берілді. Жұлдыздардың қанша ұпай алғанын білу үшін экранға назар аударамыз. Қараңыздар, көк түсті жұлдызымыз 140 ұпай, жасыл түсті жұлдызымыз 128 ұпай, қызыл түсті жұлдыз 131 ұпай, сары түсті жұлдызымыз 141 ұпай жинапты. Кім екен? Қанеке, бал ашамыз осы жерде. Мен жасыл сияқтымын. Мен жұлдызыма тиіспей айналайын. Әркім өз жұлдызына ие болсын. Неменеге сіздер өздеріңіз төмен бағалайсыздар? Психологиялық тесттерден өту керек сіздерге. Бару керек, коучқа бару. Неменеге төмен бағалап отырсыз? Мейлі, мен жұлдызым бұл жерде жоқ. Мен қарамын өмірде десең. Мен ақ кеткенмін де. Қойыңдаршы. 141 менікі онда. 131 ма жетеді? Мен өз басым 140 пен 141-ге салтанатпенен мереке таласатын сияқты. 131 бесспорно ол Серікбол,
Енді 128 ол Арманның маңдайына жазылған әдемі ұпайы. Әділ емес. Өзгеріп кетуі бек мүмкін. Сондықтан біз екінші айналымды бастаймыз. Эфирде жұлдызды караоке. Екінші кезеңде сіздер осында отырған көрермендердің ішінен біреуін таңдап ән айтатын боласыздар. Яғни дуэт форматында. Бірінші кезекті мерекеге бергіміз келіп. Мереке. Мерекемен кім дуэт айтқысы келеді? Қанеке қолдарыңызды көтеріңіздер. Мереке орныңыздан тұрып қарасаңыз да болады. Мереке жөндеп таңда жастауынан. Өзіңіз жақсы жігіттер жоқ екен де мен бар екен ой. Жасы истен. Дудоңда қосың. Мына қызбен көрейікші мына қыз. Қанекей төрлетіңіз. Түріне қарасам ән айта алатын сияқты, мені құтқаратын адам сияқты да. Бәрекелді, төрлетіңіз, жоғары шығыңыз. Мерекенің қалау түскен аруымыздың есімі кім болды екен? Баршаларыңызға қайырлы кеш, менің есімім Айнұр. Айнұр қандай мамандық иесі? Мен негізі екі мамандық иесімін. Физик педагог, екінші мамандығым есепші. Тамаша. Мереке ханым менің жерлесім ғой. Жетсай өміріне. Бәрекелді. Қандай ән түседі екен? Қане, экранға назар аударамыз. Бар шығар, әнмен. Мен де биологияны бітіргем, әнге өше қабадым. Бір. Ақ келін дейді. Бірақ күнде қуантып. Өзіміздің жерлес как раз, міне. Солай шығар. Үш жерлес десең, е? Кім біледі? Сіздер қолдап отырыңыздар, құрметті көрермен. Қосананы, сын суайтып қыз көңіл босағаны, әлпештеген әкімнің аппақ қызен, ақ келін боп атадың, ақ келін боп атадың босағаны. Аппақ гүлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралыппен, басқа тойлар бастауы бүгінгі той. Бүгінгі той қоштасу балалықпен. Сәлем салып басыңдай ие бердің, қолтығыңнан сол сәтте сүйеген кім? Міне сондай жеңгелер жолын қуып, ана деген жақсатты иемдендің. Аппақ гүлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралыппен, басқа тойлар бастауы бүгінгі той. Бүгінгі той қоштасу балалықпен. Кет барады құлын күнім, сен бой жеттің осыны ұғын гүлім. Ақ дастархан үстінде ақ баталып, жан өмірдің ашасын шымылдығын. Отағасын, ерік қылып осы үйдің босағасын, ақ ниетпен от қалмай тамызған соң, шаңырақтың шаттығы отанасы. Аппақ гүлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралыппен, басқа тойлар бастауы бүгінгі той. Бүгінгі той қоштасу балалықпен. Браво! Жан өмірдің ашасын, шымылдығын. Браво! Рахмет. Айнұра жаным, әншіге салсың таза. Күшті.
керемет дуэт болды, бірақ сізге көмектесіп шыққан Айнұрды сіз аша білмедіңіз. Өйткені сіз Айнұрға айтқызбадыңыз, бәрін өзіңіз айтып шықтыңыз. Жоқ, мен бастадым, екінші куплетті бастады ғой. Екінші куплетті ашылған жоқ, қызды ашу керек еді ол қызды. Қызға қиянат жасады. Екі мамандық иесін қорлап, әлді айтқызбай. Жер қылып, ол байғұс не істеді саған? Жауап бердіңіз. Әдемі. Мен сізге қосыламадым бірақ. Негізі ашылды. Ашылды дейсіз ба? Соңғысында бірге айтты, в общем. Мен бұл әнді көңілді айтылған бір шет көрдім. Көңілді? Енді үлкен қыз ғой, 30-ға келген қыз ұзатып жатыр ғой, 30-ға келген. Күліп шығарса жатыр да. Иә. Мен андай қылып жүрдім ба некім? Иә. Маған мерекенің бір хриптері ұнады. Бір-ақ күнде дей ме, бір әдем келтіреді екен. Тамағына тығып алып па? Григорий Лепстің әйел түрі яқа күшті. Серікбол мырза, сіз енді қыз ұзатушы ретінде не айтасыз? Сыңсу танушы ретінде. Сыңсу танушы. Мен ана, не ғой? Құлағым естімейді десе. Мен кәдімгі күлкіден сөйлеймедім. Күлікті. Өте қызық болып жатыр. Енді сенің қасындағы отырған Арман екінші болып бастайын деп отыр. Арманмен дуэт айтуға кім? Адай, шынайы көтерейік қолдарымызды, ағайындар. Мен әйел кісімен айтпа деген Гаухар Ойсаға жіберіп жатқанда. Өзің сөйтіп айтып ап, Әйгерім деген әнді бір айтып жіберді. Иә, енді келіншегім айтты, айтсаң айта бер, бірақ әйел кісімен, қызбен қасында айтпа, соған жігітпен айт деді. Жақсы. Мен камерадағы жігіт таңдаймын десең, ойнап айтамын. Сен таңдайшы, осы жігіт таңдағым келіп тұр. Қош келдіңіз. Есіміңіз кім болады? Қош көрдік. Есімім Денислав болады. Кім? Денислав. Менеджермін. Жалпы былай саудамен де айналысамын. Бәрекелді. Арасында ән шырқап тұрасыз, е? Арасында караоке барып тұрамын. Тамаша. Ал енді Арман екеуіңізге қандай ән шығады екен? Экранға қараймыз. 3, 2, 1. Айтпай-ақ қойсын екеуді десе. Ғажайып күй дейді. Өзіміздің ғажайып күй ма? Қайдан білейік? Сол бір 2004 жыл есік алды жапалақтап қар жауып тұр. Анам ас үйде бауырсақ пісіріп жатыр. Бір бауырсақты алып бір қолымда айран мектепке қарай жүгірдім. Қарама қарсы тұратын Әйгерім деген қызды мектепке бірге барып едік. Аяғым шалынып көк мұзға жалп ете қалдым. Содан шыққан ән, қарсы алыңыздар. Өзіңмен қалсам кезегі ғажайып бір күй туатын, екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын, екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре, жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным елжіреп. Бастаймын ғой, Наздана күлсең сыңғырлай, жадырап жаным жаңарып, жаңбырдың соңғы қырлардай, дүние кетер жаңарып, дүние кетер тазарып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре, жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным елжіреп. Айқайлайтын жерін айқайлаймыз. Айымау мен
сені сүйем. Сен бастай берші. Өзіңе қалсам тіл қатып, зымырар ханым тулатып, сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлатып, ләззатқа кетсек бір батып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Айым-ау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, отадай көзің мөлдіре, жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным елжіреп. Рахмет, қошеметтеріңізге, рахмет. Денислам, рахмет саған. Денислам, сен менің орныма отыр, мен сенің орныңа отырайын. Дауысың күшті екен, Денислам, аман бол, Денислам. Аман бол, айналайын. Артыңа қарама, Денислам, артыңа қарама. Аман бол, рахмет екен. Енді шыны керек, біз де көрермендерде байқадық, Денисламның дауысы өте керемет екен. Өте ашық, сондай бір керемет. Сондықтан да, Арманға бір әдемі демеу болды деп білем. Серікбол мырза, Салтанат ханым, не дейсіздер? Күшті болды. Оның үстіне Денисламның дауысы керемет. Жақсы екен. Бір кезде қарап тұрсам, 2 адам айтып тұр, бірақ артынан 4 адамның дауысы шығып тұр екен. Соны не деген қасиет десеңізші Денисламды? Денислам менен де жақсы айтты ма? Тамағына қорғасын қойық десең, ойна, молодец, Денислам. Соңында екінші дауыстап кетті ғой. Ол өте керемет. Мен өмірде жар таңдаудан, мамандық таңдаудан және көрермен таңдаудан қателеспеймін. Өте күшті таңдапсыз. Өте мықты айтты. Жақсы айтты. Аман бол, Денислам. Жалпы ғажайып күй деген әннің өзі бір естелік қандай. Бұл енді ностальгияға толы. Керемет болды. Бұны енді кезінде, жас кезімізде кабактарда айтатынбыз. Ностальгия. Естен кетпейтіндей қаншама сәттер болды. Сондықтан да осындай әнді орындап бергендеріңізге рахмет. Алла разы болсын. Керемет. Кейбір деректер бойынша, тарихи деректер бойынша 15 ғасырдың аяғы, 16 ғасырдың басы театральныйлардың гимні деп те аталды. Рахмет. Келесі. Бізде келесі дуэт айтатын Серікбол Сайлаубек мырза. Ал Серікбол Сайлаубекпен кімнің ән шырқағысы келіп отыр екен? Қол көтерсе? Мен. Байқайық. Мына бауырымыз шықсыңыз келе ғой. Тамаша. Келіңіз. Ассалаумалейкум. Кеш жарық барыңызға. Есім досым Жанболат, жасым 22-де Ақтөбе қаласынан келдім. Бәрекелді, қош келдіңіз. Қандай мамандық иесісіз? Мамандық иесі Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында 3-ші курс студент. Керемет! Міне әнші. Керемет. Қырағы көзімен таңдады. Домбыра тартасыз ба? Әншімін. Әнші. Бүгін маған қандай бақ бұйырды досым? Сізге бұйырыпты. Қанеке, қандай ән бұйырады екен көрейікші? 3, 2, 1. Ары қарай көретіндеріңіз. Әйел сияқты айтып таңғалдырайын да. Қандайды. Я в шоке. Үш, екі, бір. Қазақта ел қайда дейді. Музарттың әні болу керек,
жер қайда киелі таусылмасаған айдары ардақтап өтейін бабадан қалған байтағым садағың етейін киелі күлімдеп жатқан көлден көкорай шалғын белден құбылас соққан желден айналайын тілегін тәңір берген қасиет қонған елден ел үшін туған ерден айналайын болмассың өзің айбары мұратқа жетермен түспесін төмен байрағын төбеңе көтерген киелі ғасырлап күткен арманға тербеген асқаған ұлыңа алла жар болғай елімді бастаған киелі күлімдеп жатқан көлден көкорай шалғын белден құбылас соққан желден айналайын тілегін тәңір берген қасиет қонған елден ел үшін туған ерден айналайын кәне қошеметтер қазақ ел жасайық көкорай салғын белден құбылас соққан желден айналайын тілегін тәңір берген қасиет қонған елден ел үшін туған ерден айналайын күлімдеп жатқан көлден көкорай шалғын белден құбылас соққан желден айналайын тілегін тәңір берген қасиет қонған елден ел үшін туған ерден айналайын Керемет! Досымжанға ерекше құрмет қошемет. Дауыс тамаша екен. Досымжан, рахмет сізге. Досымжан екінші дауыстап Ұстап тұрды ғой. Серікболға бір керемет демеу көмек болып отырды. Керемет. Екеуі күшті дуэт болды, мама. Шықты ма бұл дуэт? Әрине Шықпаса айт, мен басқаша айттырам ана балаға. Серікболдың өзі-ақ айттырады қазір. Жоқ, мықты. Молодец, жақсы дәркесін бауырым. Дауысы керемет, қоңыр сондай. Болашағы бар жігіт, е? Болашағы өтте сондай, зор. Бірақ менің дуэтіме жетпейді екен. Иә, ол да бар десем. Бірақ енді ең бастысы бұл патриоттық әннің мақсаты қандай? Адамның рухын оятып, арқасын қоздырып, делебесін қоздыру. Дәл осы дуэтте осындай сезімді бұлар оята білді. Сай саланың барлығынан ат шауып бара жатқандай әсер алдық. Енді біз салтанатқа кезек береміз. Қайрат мырза, мен бір нәрсе айтайыншы. Айта ғой. Мен бұл залдан өзімнің жерлесімді көріп тұрмын. Кәне? Әділет Бейсариев. Иә, актер, әнші жігіт. Бәрекелді. Өзімнің жерлесімен дуэт айтсам. Тамаша, неге болмасқа? Шырқап ән сап, бізбен бірге жұлдызды караоке. Мен есімім Бейсариев Әділет, репродуктолог мамандығымдамын. Осы актермыз, жайдарман ойнағымыз, стендапер. Стендапта да бізге берілетін ән қандай? Қанекей көрейік, экранға назар аударыңыздар. Маған да жеңіл болатын болды. 3, 2, Сақпайып деген ән түсі. 1. Бір досың керек екен дейді.
көңілім тұманданып құлазып жатқанында қасымда бір болады жасысаңсың қалады жабанда жаяу қалсам аямас мінген атым көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсең бір көретін бір досың керек екен көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досың керек екен жаттығым кернегенде елге дес бермегенде жарықтап сөйлегенде қолыңды сермегенде қасымда бір болатын жазысамсың қалатын жапанда жаяу қалсам аямас мінген атын көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досың керек екен көңілге нұр беретін өмірге бір келетін не көрсе бір көретін бір досың керек екен достарың керек екен Рахмет. Үлкен рахмет сіздерге. Жақсы, жақсы. Әділет, Салтанат, келіңіздер. Әділет, үлкен рахмет сізге. Салтанаттың бұл жерде өте профессионалды деңгейде жұмыс жасайды көрініп қалды. Басында танайыныз таба алмай. Міне қазір ағаң бәрін айтады. Біресе әділетке көмектесіп, біресе өзін іздеп, өзін тапқаннан кейін әділетті тауып беріп, кіріп шығып жүрді. Мен соған риза болдым. Айтты, біреу болады ғой, өзін танайыныз таба алады да, қасындағы партнер не айтып жатыр, оған бәрі, анау аяққа лағып кетеді, мынау аяққа лағып кетеді, отқаны сосын бәрін жинап. Маған сол керек пе? Тональность ер адамның тональності болғаннан кейін басына түсінбей қалдым. Иә, сондықтан да жалпы әйел мен еркектің арасында дуэт айтқан кезде тональность табу өте қиын. Я әйелге жоғары болады, я еркекке төмен болады. Бұл жерде енді бұл жолы әділетке күшті келіп тұр екен. Өйткені сен әділеттің тональностіне де түстің, өзіңді тональностыңа да жүрдіңіз енді. сондықтан да сен әділетке білінбей кетті. Сол жағы кішкене секенге ұнамағанын мен байқадым. Басын былай шайқап, ойпырмай ойпырмай дейсің. Мен вообще нанға шыққан балам. Нанға шыққан балам. Нанға шыққан? Мен негізі бұл сүртеуге шыққан. Адасып кетті. Нан бар ма қайта десеңші. Салтанат пен әділетке бір құрмет қошемет. Әдемі, әдемі, өте әдемі болды. Екінші кезең аяқталмас. Екінші кезеңді сіздермен бірге аяқтаймыз. Қолдарыңызға планшеттеріңізді алып, дауыс беруді бастап кетсеңіздер болады. Жұлдыздардың ұпай саны экранда тұр. Көк түсті жұлдызымыз 280 ұпай, жасыл түсті жұлдызымыз 262, қызыл түсті 255, сары түс 281-ге бір-ақ шығыпты. Көк пен сары күшті жарысып келетір екен, арасында бір-ақ бал болып. Осы көк пен сары сәкең мен, мына екі сәкең сияқты, біреу Салтанат, біреу Серік. Мына екеуін өзіміз ұстап тұрмыз. Мен ойымша керісінше сияқты. Сіздер халықтың көңілінен шығатын күшті әндер айтып жатсыз. Олай болса, Алматы арнасы еліміздің ең ауқымды мега жобасы жұлдызды караоке үшінші кезеңді бастаймыз. Шырқалансам бізге бірге жұлдызды
қашанда көтеріңкі болсын, ән салып жүріңіз. Үшінші кезеңде сіздер өздеріңіздің стильдеріңізге кереғар әндер орындауларыңыз мүмкін. Қарама қайшы. Мысалы, Серік Болағамыз айталық сыңсу айту мүмкін. Жаз айту мүмкін деген сияқты. Сондай әндер шығады. Және де үшінші кезеңдегі бір ең қызығы, сіздердің екі кезең бойы жинаған ұпайларыңыз екі еселенеді. Біздің үшінші кезеңде Серік Бол мырза бастағалы отыр. Сахнаға шығарып саламыз. Сізге сенеміз, Секе. Серік Бол мырзаға қандай ән түссе де қиналады деп ойламаймыз. 3, 2, 1. Страдая, падая, взлетая. Сәттілік сізге. Жақсы, кеттік. Я жизнь хочу наполнить смыслом, а наполняю суетой. Во всем божественном и чисто душе найти земной покой, но не дает нам насыщения. Ее немыслимый полет с приходом в мире до забвенет. Мудрее к небесам идет, страдая, падая, взлетая. Она как страница в ответ, все ищут путь воротам рая, боясь горения в окне, ей хочется умыться снегом и грязь показать лицо, боясь ответной быть небом своим единственным отцом. Своим единственным отцом. Она все плачет и страдает, стучится сердце и зовет, а мы живем и умираем, питая плоть из года в год и проживая на удачу. Закрыв глаза, не видя свет, небеса над нами плачут, а мы смеемся и в ответ, и проживая на удачу. Закрыв глаза, не видя свет, небеса над нами плачут, а мы смеемся и в ответ, а небеса над нами плачут, а мы смеемся и в ответ. Я жизнь хочу наполнить смыслом, а наполняю суетой. Во всем божественном и чистом душе найти земной покой. Ой, ой, ой. Рахмет, рахмет, рахмет. Рахмет! Браво! Мықты Секе. Ер жігіттің дауысы. Бірінші орын. Тамаша, мен енді сөзім жоқ. Серікбол Сайлаубекке действительно басымызды Бірінші орын.
еркек құсап ән айтатын жалғыз. Я еркек құсап айтады да бір. Әлемнің бәріне бір. Жұбан шешен қарағым келе ма? Жұбан шешен Әйел сияқты айтып таңғалдырайын ба? Андайды. Жоқ, пятый элементтегі. Сіз аяғына қарай ашлайын дедіңіз ғой. Аяғына қарай ашлайын дедіңіз. Я только проснулся, давайте заново. Ал, тамаша. Мерекушаны күтіп отырмыз енді. Сам ауырады там. Сізге сәттілік тілейміз. Мереке. Ақжол. Үш, екі, бір. Жаным ау сен дейді. Райым ба? Кім біледі? Алдым Өлі. Ештеңе де ойдан шығарылмаған мен жазған жырлар мен жазған ән мен жазған ән сенсіз менің жаным түссіз боялмаған саған деген сезімді ешкім жоя алмаған жаным ау сен өзіңнің кім екеніңді білсең қазіргі жолменен жүрмесең мені де мүлде сен сүймесең жаным ау сен өзіңнің кім екеніңді білсең қазіргі жолменен жүрмесең мені де мүлдем сен сүймесең сен жаным мықтысың, әлсіз жоқтысың, өмірдің соқтысың, қарсы алған жоқпысың, шаршасың жол көрсетер, боламын көк құсың, аспанда көк құсың. Сен түнде ұйқыға, мен түнде оянам, түсіңе енемін мен, төрт түске боялған, есімде сақта жаным, жүрегімде сен ғана орынды қоя. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең қазіргі жолменен жүрмесең мені де мүлдем сен сүймесең жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең қазіргі жолменен жүрмесең мені де мүлдем сен сүймесең Райымның бүкіл үрін бұтағынан кешірім сұраймын. Жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең қазіргі жолменен жүрмесең мені де мүлдем сен сүймесең жаным ау сен, өзіңнің кім екеніңді білсең қазіргі жолменен жүрмесең мені де мүлдем сен сүймесең Керемет болды, биледік. Әдем. Жалпы мерекеге рок стильдегі әндер көп айту керек. Жалпы бұндай әнді қыз бала айтса, бұл ән мүлдем басқаша жанданады екен. Да? Иә. Сондықтан да мереке бұл әнді сен қыз баланың партиясында әдем аштың деп ойлаймын. Дұрыс па? Ұнады ма? Арман мырза, сіз енді осы әннің автор ретінде не айтасыз? Екінші куплетінде А деген әріпті сәл низкий тонмен айту керек еді негізінде. Бірақ маған жақсы ұнады. Болды, рахмет. Ендігі кезек
салтанатта. LED экрандағы суреттер күшті көмектеседі екен. Атмосфера береді, атмосфера күшті береді екен. Бәрі сіздер үшін. Кеттік, давай, Салта. Сделай красиво. Үш, екі, бір. Жұлдызды караоке. Жұлдызды караоке. Үш, екі, бір. Арт дейді. Арт деген yok. Апаты. Орта деген ба? Апаты. Әлемді хит қой. Арт деген ше. Мен бұл әнді орындап көрмегенмін ешқашан. Давай бірге орындайық. Білмейміз бұл қандай ән екенін. Біз түсініп те отқан жоқ. Мә, қалай болады екен? Game start. Kissy face, send you from back. I'm trying to kiss your lips for real. Red hot, that's why I'm gone, yeah. Come give me something I can feel. Oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the It's forever you like. Turn this episode to a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come on, party when we're done the song. Oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hey, сыйнадыгы, ойды білесіздер ма? Бәріміз бірге едік. Hold on, I'm on our way. Yeah, I'm on our way. Hold on, I'm on our way. Yeah, I'm on our way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 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 Салтанат! Бұл әлемді хит қазіргі таңда, иә? Мағынасы не сонда бұл АПТ деген? АПЦ деген корейский ойын. Саған бұндай әндер жарасады екен негізі. Мынау кәдімгідей стадиондарды, масштабный концерт залдарды қопаратын бір әннің Күнертең жыпыты деп шартсыз. керемет. Или жұпыны. Серікбол мырза, өзіңіз АПТ ретінде не айтасыз? АПТ ғылымдарының докторы. Мен негізі АПЦ-ға келетін болсақ десең. Керемет, тамаша. Былай, радиодан тыңдап жүрген кезде оңай сияқты көрінеді, естірген кезде. Бірақ айтқан кезде қиын мен мына екен. әнді бір радиоларда тыңдап қалдым. Сосын менің кішкентай қызым бар, 15-те, сол қызым үнемі осы әнді тыңдайды. Сіз жалпы осы әнді естідіңіз бе? Естігем. Естідің? Тамаша, біз осылай үшінші кезеңді де тәмамдадық. Солай емес пе? Мен айтпайын ба? Ойбай, сен барсың ба? Мен қайттым болды онда. Мен сонда даусым жоқ, бетім Жоқ, Армани, бәрі болады нормальный.
шырқап айтсам бізге бірге жұлдызды караоке. 3, 2, 1. Сәл арасында ударениялар дұрыс айтпасам, ренжімеңіздер, бірден айтып қояйын. Ренжімейміз, баста. Поехали. Где ваши ручки? Переливай так, шкаля. Олимпийский, не слышно вас! Ты осталась дома, ты сидишь одна. Ни друзей, ни подруг, ты никому не нужна. Даже лучший друг больше не придет. Ты привык к тому, что тебе не везет. Только я дурак, за окном брожу. Я тебя люблю, на асфальте пишу. Словно мне опять 18 лет. От мамы слышу, ее дома нет. Вас не слышно? Ты осталась дома, ты сидишь одна. Снова под замком, ты наказана. И прощения лучше не проси. Маму строгую не уговорить. Только я один, дверь твою звоню. Отпустите дождь, маме говорю. И в который раз слышу я в ответ: ее дома нет. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от души увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от души увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Олимпийский, где ваши ручки? Машина кәл бірге. Жақсы көрем болсайын. Я тебя прошу, руки не опускай, не ругай судьбу и не умывай. Ведь с тобою мы лучшие друзья. Завтра ровно 6 буду у тебя. Так же буду я где твою звонить. Так же буду я маму уговорить. Попрошу у мамы все тебе простить, дочку отпустить. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от грусти увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от грусти увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Дома не сиди. Я тебя хочу от грусти увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Дома не сиди. Дома не сиди.
Спасибо большое. Мен ешкім танымаймын уже болды мен. Нормально айтып шыққан сияқтымын. Халқың басшылай берді Мен халқым өзі беріп жатыр уже болды. Драйв берді, настроение берді. Настроение берді. Мына жақта бүкіл халықпен бірге. Өткен кеткенді еске түсірді. Отношениясы, халықпен отношениясы. Әнге деген отношениясы өте нашар. Ойнабайты. Мощный. Арман. Я в шоке. Рахмет. Мінекейін, біз осымен 3-ші кезеңді де аяқтадық. Сіздерге үлкен рахмет, көңіл күйді бірге көтердік. Қазір 3-ші кезеңге дауыс беруді бастайын деп отырмыз. Құрметті көрермен, қолдарыңызға планшетті алып, дауыс беруді бастап жіберсеңіздер. Эфирде ең ауқымды шоу «Жұлдызды караоке». Біз «Жұлдызды караоке» батылымызды жалғастырамыз. Сіздерге дауыс берілді, экранға назар аударсаңыздар, жұлдыздар жарқырап шықты, әркімнің өзіне тиесілі ұпайы міне көз алдыларыңызда тұр. 483 ұпай мен қызыл жұлдыз, 532 ұпай жасыл жұлдыз, 559 ұпай сары жұлдыз, ең жоғары ұпай 570 көк жұлдыз. Қазір осы 4 жұлдыздың артында қай қонақ жасыруы тұрғанын анықтаймыз. Кіші бал жинаған, ұпай жинаған жұлдыздан бастайық. 483 ұпай, қызыл жұлдыз. Енді біз оны қалай анықтаймыз? Кімнің ұпай екенін білу үшін үстіне сол түс жанады. Сонда ол өзінің қай жұлдыз екенін анық біледі. Қызыл жұлдыздың иесі кім екен? Қане, бірге көрелік. Ал, бисмилля. Мереке екен. Өкініп отырмын мен бірақ. Өмір не деген әділетсіз. Мереке, бұл караоке. 532 жасыл жұлдыз кім екен анықтаймыз. Анықтайық, кімнің төбесіне жап жасыл түс жанады екен. Серік болдың үстіне жазған жанғаның қара. Не дейді? Секебау. Зарлап отырып бірінші орын алып кеткен. Бұл депутат құсап әбден жалынып бәрінен. Онда сары қол жинады. Енді, құрметті көрермендер, қазір 559 ұпай жинаған сары жұлдызды анықтасақ, көк жұлдыз автоматты түрде кім екені белгілі болып шыға келеді. Қазір мінекей, бізде Арман және Салтанат отыр. Кеттік. 3, 4, 5. Әне! Мінекей. 570 ұпаймен. Цирк рахмет сендерге, рахмет халқым. Өздерің үшін, аға, Арман. Серік болағаңнан кешірім сұра. Кешірім сұрайым. Кешірім сұрайым да. Салтанаттан да кешірім сұра. Әншілерден кешірім сұрайым. Әншілерден Мерекеден де кешірім сұра. Бәрін де кешірім сұрайым. Кешірім. Бақ шабама дейді. Ең бастысы, ән айтып жүріңіздер, аман болыңыздар. Бұл деген анау қоймайтын болды. Қоя тұр енді. Бұл жеңісін ата-анасына арнайды. Мамам. Сіздерді сахна төріне шығарып салайық. Құрметті көрермендер, бұл Алматы арнасындағы жұлдызды караоке болатын. Біз бүгінгі санымызды дәл осылай аяқтаймыз. Қымбатты достар, бүгін өнер көрсеткен кейбір әншілер нотаға түспесе де салған әндері жүректеріңізден орын алды ғой деген ниеттеміз. Ән шырқап жүріңіздер. Өмірлеріңіз мәнді, сәнді болсын деген тілек ниетпен сау саламатта болыңыздар дейміз. Жұлдызды караоке Алматы арнасында жүздескенше сау болыңыздар. Арманның әнімен
Бағдарламамызды тамамдаймыз. Рахмет. Келесі апта кездескенше. Осы әнмен бітіреміз міне. Жеңген ретінде екі рет айтып сайын алады міне. Не ваши ручки! Дома, ты сидишь одна, нет друзей, ни подруг, ты никому не нужна. Даже лучший друг больше не придет. Ты привык к тому, что тебе не везет. Только я дурак, за окном брожу. Я тебя люблю, на асфальте пишу. Словно мне опять 18 лет. От мамы слышу, ее дома нет. Спасибо! Где ваши ручки? Покажите последний раз! Ты осталась дома, ты сидишь одна, словно пацан. Секреттегі аналарға арналған ән ғой. И прощения больше не проси, маму строгую не уговорить. Только я один, дверь твою звоню, отпустите дождь, маме говорю. И в который раз слышу я в ответ, ее дома нет. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от грусти увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от грусти увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Руки не отпускай, не ругай судьбу, не унывай. Мы с тобою мы лучшие друзья. Завтра ровно в 6 буду у тебя. Так же буду я за окном бродить. Так же буду я дверь твою звонить. Попрошу маму все тебя простить, дочку отпусти. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от грусти увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от грусти увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Дома не сиди одна. Я тебя прошу, не сходи с ума. Я тебя хочу от грусти увести. Мама, отпусти, дочку отпусти. Дома не сиди одна. Дома не сиди. Дома не сиди. Спасибо вам большое!